Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін мен сіздермен осындай керемет сүтті қыз тортының рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Мадина. Ең алдымен ыдысқа бөлме температурасында сары майымызды саламыз. Сосын жұмыртқаның үстінен сгущенкамызды салып, жақсылап миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Миксердің жылдамдығын қоспас алдын осылай араластырып аламыз. Сосын миксерімізді қосқаннан соң ең төменгі жылдамдығын қосып отырып миксерлейтін боламыз. Бөлек ыдыста ұнға қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз. Сосын тестамызға ұнды аз мөлшерден салып, миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Міне біздің тестамыз дайын. Түрі қарасаңыздар кремге ұқсайды түрі, осылай болып келеді. Енді осыны бөліктерге бөлетін боламыз. Енді біз пергамент қағазын дайындайтын боламыз. Ол үшін диаметрі 22 сантиметрлік формамен осылай өлшеп аламыз. Видеода көрсетілгендей. Енді осыған 2 ас қасықтан тестамызды салып, бір тегіс етіп жайып шығамыз шпательдің көмегімен. Енді қызып тұрған печкада 170 градуста 7-8 минуттан пісіріп аламыз корждарымыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Құрғақ ыдысқа салқын сливкемізді құйып, жақсылап миксерлейміз. Сосын үстіне қантымызды салып, және миксерлейтін боламыз. Сливкеміз қойылана бастағанда үстінен творожный сырымыз салып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Піскен корждарымызды осы кальцонның көмегімен дөңгелек етіп кесіп шықтым барлығын. Енді корждарымызды осы кальцонның ішіне жинайтын боламыз. Кремдерімізді арасына жағып. Бұл сүтті қыз торты өте нәзік торттардың бірі болып саналады. Осылай видеода көрсетілгендей лопатканың көмегімен кремдерімізді осылай жағып шығамыз. Кремді әр корждың арасына 2 қасықтан салдым. Менде барлығы 5 корж шықты. Осылай кремді бәрін жағып болғаннан кейін тоңазытқышқа 2 сағатқа қоямыз. 2 сағаттан соң кальцонны жайымен босатып, енді тортымыздың жан-жағын шпательдің көмегімен тегістеп, бір тегіс етіп әсемдейміз. Мен торттың бетіне ерітілген шоколадты қолдандым. Міне қыздар, біздің тортымыз дайын. Өте әдемі, өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен бірге болған мен Мадина.